Қыс мезгілінде жейтін керемет салат. Ол үшін 1 кг помидор, 1 кг қияр, 1 кг болгарский перец, 1 кг пияз керек болады. Және сәбізді 300 грамм аламыз да соломка етіп турап, тұз сеуіп, 2 сағатқа бетін жауып қоямыз. Суы шыққанша. Жақсылап араластырамыз да 2 сағат демалып тұру керек. 2 сағат өтті. Міне астынан уже суы шығып жатыр. Енді бұған 200 грамм құм шекер салып, және 250 мл пісте май құямыз да араластырып, газға отқа қойып, қырық минут газда отымызда қайнатамыз. Міне енді қайнайын деп жатыр менікі. Қайнауға бір 10 минут қалған кезінде, жарты сағаттан кейін 2 пучок укропты турап себеміз, және 2 қасық уксус құямыз. Міне 40 минут өтті. Енді банкімізге салып, ыстықтай стерилизовать етілген банкімізге салып, жаба береміз. Қыста жеуге керемет салат.